Әлемде ай елшілігінің организациясы бар екенін білесіз бе? Бұл организация жерден басқа планеталардан учаске бөліп береді. Қазіргі таңда ай бетінің 7% учаскелерге бөлініп сатылған. 180 мемлекеттің ішінен 4 миллионға жуық адамдар өз учаскелерін иемденген. Сатып алушылар ішінде актерлар, жұлдыздар және ақш-тың бірнеше президенттері бар. Ал енді елестетіп көрейік. Егер адамзат басқа ғаламшарға көшсе, соның ішінде Марсқа. Себебі Марс адамзат мақсаттарына сәйкес келетін ғаламшарлардың бірі. Марстың ауданы 144 миллион 800 мың шақырым, ал жерден Марсқа дейінгі арақашықтық 225 миллион шақырым. Ең жылдам космостық Сатурн 5 кемесімен 64500 км/сағат жылдамдықпен Марсқа 3488 сағатта, яғни 145 күнде жетуге болады. Марс адамзаттың көбею проблемасын шешуге себеп болады. Себебі соңғы 40 жылда адамзат саны 3 миллиардтан 7 миллиардқа 2 есеге өскен. Марста бір тәулікте 24 сағат 40 минут бар, ал бір жылда 687 күн бар. Сондықтан туылған күніңізді күту жерге қарағанда ұзағырақ болады. Ғаламшарда температура +20 градустан -153 градус Цельсий аралығында болады. Ал жер ғаламшарында ең төменгі температура -90 градусты көрсеткен. Марсқа көшкен кезде адамзатқа Марстың топырағын құнарландыру үшін уақытша миллиондаған азық-түлік қажет. Марста жерге қарағанда гравитация 2,5 есе төмен, яғни 80 кг адамзат онда бар жоғы 30 кг болады. Атмосфера қабаты жерді күннің радиациясынан қорғайды, ал Марстың атмосфера қабаты жерге қарағанда 110 есе жұқа. Бұның арқасында сіз бір жылда алатын радиацияны Марста бар жоғы 3 күнде аласыз. Бұдан өлу коэффициенті жоғарылап адамзат организмі мутацияға ұшырайды. Марстағы эволюция нәтижесінде сіздің 10-шы ұрпағыңыз фильмдерде көрсететін марсиандық өзге ғаламшарлықтардан аумайтын болады. Сонымен қатар Марс қазба байлықтарға бай болғандықтан Марсты жердің доноры ретінде пайдаланады. Онда неге әлі ешқандай адамзат Марсқа аяқ баспады? Барлығы уақытымен. Оған дейін өз ғаламшарымызды зерттегеніміз дұрыс. Себебі әлемдік мұхиттың бар жоғы 5% ғана зерттелген. Достар, каналға тіркеліп барынша бұл видеоны достарымызға таратайық. Мүмкін келесі ұрпақтан Марсқа ұшатын пенде табылып қалар. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған Альянс.